Сәлем достар, бүгін сіздермен тұздалған қияр жасаймыз. Видеоны аса лайк басыңыздар, жаңадан рецепті жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Бірінші қиярымызды жуып 3-4 сағатқа суға салып қоямыз. Қиярымыздың екі жағын кесіп алып, бүкілін жақсылап жуып аламыз. Банкамызды дайындаймыз. Банкамызды жуып, тазалап, қақпақ екеуін бірге стерилизовать етіп аламыз 20 минуттай. Банкамызге бұрыш, лавровый лист саламыз. Сарымсақ саламыз, укроп саламыз, огурцемізді салып шығамыз. Құрама описаниясында толық жазылған. Тұзымызды, қантымызды салып, қайнаған суды үстінен құямыз. Беті қаппақпен жауып, 20 минутқа қойып қоямыз. Минуттан кейін суын кастрюльге құйып, қайтадан қайнатамыз. 1 штук аспирин салып, 1 шай қасық уксус құямыз. Үстіне қайтадан қайнатылған суымызды құйып, суын құйып қаппағын жабамыз. Видеодағындай көрсетілгендей жасап шығасыздар. Қаппағын жапқаннан кейін 24 сағатқа төңкеріп қоямыз, сыртын қалың қылып орап қоямыз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видеоны аса лайк басыңыздар, жаңадан рецепт жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Рахмет сіздерге.